Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Жастар ТВ және мен Өміртай Алмас. Арқа мен солтүстік аймақтарында боран көз аштырмай тұр, қала көшелерінде көлік қозғалысы қиындап, облыс және аудан аралық жолдар жабылды. Қолайсыз ауа райы қашанға дейін созылады? Мұны тілшіміз Гүлжан Бөлеген айтсын. 21 наурыздан бастап еліміздің бірқатар өңірлерінде боран басылмай тұр. Жол қозғалысы қиындап, Арқалық, Торғай, Жалдама, Әулиекөл бағытындағы жол жабылды. Қолайсыз ауа райы қашанға дейін созылатыны әлі белгісіз. Ақтүтек боранда тәуекелге бел буып, жолға шыққандар орта жолдан қайтарылып жатыр. Тіптен жол ашуға жіберілген транспорттардың өзі істен шығуда. Ал желдің екпіні 28 метр секундқа дейін көтерілген. Осыған байланысты дауылды ескертулер жарияланып, төтенше жағдайлар мен полиция қызметкерлері күшейтілген жұмыс кестесіне көшті. Жолға шыққандар қалаға тікелей жол болмағаннан кейін Арқалық Державинск тас жолымен де шығуға тырысқан. Бірақ ауа райына байланысты жол кептелісі болып, көліктерін тастап бой тасалауға тура келді. Алдағы уақытта боранның қашан басылатындығы белгісіз. Төтенше жағдайлар қызметі тұрғындарға үйде отыруға кеңес беріп, алыс жолға шықпау керектігін ескертті. Сіздермен бірге болған Қажым Гүлім, Бөлеген Гүлжан, арнайы Жастар ТВ үшін. Қостанай өңірлік университетінің студенттері Ақтөбе қаласында өткізілген пікірсайыс турнирінен жүлделі оралды. Толығырақ әріптесім Дильназ Сағындық баяндайды. Наурыз айының 12-13 жұлдызы күні Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің 65 жылдығына орай жалынқап 4 республикалық пікірсайыс турнирі өткізілді. Турнирға еліміздің Нұр-Сұлтан, Алматы, Петропавл, Қостанай, Ақтау, Орал, Ақтөбе қалаларынан 40 фракция, жалпы саны 80 пікірсайысшы қатысты. Ойындар барысында қазіргі әлемнің, Қазақстанның хал ахуалына байланысты актуалды тақырыптар қозғалып, өзекті мәселелер талқыланды. Турнир жұлдызы номинациясын Парасат дебат клубының президенті Ағабек Шамеденов жеңіп алды. Ол ЛД форматының ойындарындағы 80 спикердің ішінен ең көп балл жинап 343 балмен көш бастады. Турнир жұлдызы деген номинацияны иелендім. Бұл номинацияны иеленуіме көбінесе сол жердегі турнирде жалпы іріктеу раундтарында спикерлік балл қойылады барлық спикерлерге. Олардың сөйлеу мәнеріне байланысты, олардың түсіндіруіне, олардың эмоциясына, яғни жеткізуіне байланысты спикерлік балдар қойылды. Сол спикерлік балдарды қойылу барысында ең көп спикерлік балды Алланың қалауымен мен алдым. Бұл өте қуанышты жағдай болды. Іріктеу ойындарының плей-офф кезеңінен 40 фракцияның 16-сы жолдама алды. Турнир қорытындысы бойынша қатысушыларды жүлделі орындармен марапаттады. Жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Жүлделі турнирлері көп болсын. Сіздермен бірге болған Қарагөз Макатова, Дильназ Сағындық, арнайы Жастар ТВ үшін. Әлемде болып жатқан оқиғаларға сәйкес бейбіт аспан мен тыныштықты дәріптеу тақырыбында өңірімізде облысаралық пікірсайыс турнирі өткен болатын. Толығырақ келесі бейнематериалда. Шабыспақ оңай, табыспақ қиын. Жуырда облысаралық дебат ойындары өтті. Іс-шараның ұйымдастырушылары Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті. Қостанай облысының түпкір-түпкірінен қатысқан студенттер бейбітшілік туралы дәлелді пікірлерін қорғап, еліміздегі берекені сақтауға өз үлестерін қосуға дайын екендіктерін көрсете білді. Қостанайға кеше келдік, атмосфера өте керемет, бізге гидтер өте қатты ұнап жатыр, күтуі, болмаса бұл турнирді ұйымдастыру өте жоғары деңгейде. Қостанайға келген сайын осындай үлкен бір ұйымдастырушылықты көремін. Қостанайға бұйырса талай келем деген ойдамын. Турнирге қатысушыларға, ұйымдастырушыларға үлкен сәттілік тілеймін, барлығына жеңіс тілеймін. Рахмет. Ойынға 16 команда қатысты, соның ішінде студенттік өмірін дебат клубымен байланыстыруды жоспарлаған жаңадан келген студенттер бірінші курста атсалысты. Ұйымдастырушылар өткен турнир жаңа бастаған пікірсайысшыларға ойын техникасын меңгеруге, ЛД және БПФ форматтарының ерекшеліктерін түсінуге көмектеседі деп үміттенеді. Университетіміздің Ахмет ұрпақтары пікірсайыс клубы қала мен облыста бірыңғай пікірсайыс қоғамдастығын құру бастамасын көтерді. Өңірімізде журналистика саласының бірегей тұлғасы, қоғам қайраткері Қуанышбай Төребекұлы Орманов жуырда ағамыздың 80 жас мерейтойына орай жас студенттермен кездесіп өткен болатын. Толығырақ сюжетімізде. Биыл ардагер журналист, белгілі тарихшы, өлкетанушы Қуанышбай Төребекұлы Орманов 80 жасқа толып отыр. Ағамыздың қолға алған әрбір саласының қолтаңбасы қалған. Қарапайым тілшіліктен бастап қаншама беделді қызметтерде болған ағамыз қай шаруаны да ыждахаттылықпен, махаббатпен атқарды.
Арқасына үлкен жауапкершілікті арта жүріп, ана тілімізде таратылатын ақпараттардың санын арттыруға жағдай жасады. Қазақты мақтау отыр. Біз көптен артықпыз. Ағамыздың жүрген жолы, өмірі, қызығы мен шыжығы қатар жүретін аяулы сәттері жайында сұхбат барысында айтылған болатын. Бұл жиында студенттердің басым көпшілігі журналистика мамандығының студенттері болатын. Сондықтан қасиетті салаға қадам басып келе жатқан жас толқын үшін ардагер журналистің айтар ойы, тағылымды әңгімелері, ақыл-кеңесі үлкен рөл атқарды. Бүгінгі Қуанышбай атамыздың кездесуі өте жоғары деңгейде өткен болатын. Бұл кездесуден журналист атамыздан өте көп мәліметтер алған болатын. Соның өмірбаяны туралы, журналистік қызметі туралы, жасаған еңбектері туралы және өзінің кітаптары туралы өте жақсы және біз үшін құнды мәліметтер айтылған болатын. Бұл кездесу өте қатты ұнады. Ағамыздың 80 жылдық мерейтойына ұйымдастырылып отырған бұл іс-шара университет қабырғасындағы журналистер үшін жақсы бір өмірлік тәжірибе болары анық. Айдан аманат, рахат етқан арнайы жастар ТВ үшін.